Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі модалды етістіктердің бір түрі should жайлы әңгімелейтін боламыз. Жалпы ағылшын тіліндегі етістіктер олардың жақтарға және шақтарға сезімталдығына байланысты негізгі екі түрге бөлінеді. Олар normal және modal verbs. Normal деп аталатын етістіктер жақтарға қарай өзгерістерге ұшырайды. Олардың формалары өзгереді және кез келген шақта оларды қолдана беруге болады. Ал модалды етістіктер жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды және олар санаулы шақтарда ғана, көбіне осы шақта ғана кездеседі. Ағылшын тілінде should етістігімен қатар ought to деген етістікте бірге қатар қолданылады. Should етістігі жақтарға қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Жоғарыда айтып өткеніміздей, should етістігі жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Should етістігі бұл көмекші етістік орында жүреді, одан кейін бірден негізгі етістік қатар келеді. Мысалға, бірінші шақта I should go to the doctor today. Мен бүгін дәрігерге баруым керек. Екінші жақта да тура сондай, ешқандай өзгеріс жоқ. He, she should go to the doctor today. Көпше түрдің барлығында да should көмекші етістігі және go негізгі етістігі қатар жазылады. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай өзгеріс орын алған жоқ. Should модалды етістігі сөйлемнің түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Болымды сөйлем кезінде should көмекші етістігі қойылады да жанына be негізгі етістігі қатар қойылады. Мариям should be more careful when she speaks to him. Мариям оған сөйлеген кезінде көбірек абайлағаны дұрыс болады деген мағынаны білдіреді. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз should модалды етістігінің жанына not көмекші сөзін қоямыз. Негізгі етістіктің алдына қойылады. Мариям should not be more careful. Мариямға көбірек абайлаудың керегі жоқ деп аударылады. Және сұраулы сөйлем жасау үшін біз should көмекші етістігін есім мағынасын беретін сөздің алдына сөйлемнің басына шығарып жібереміз. Негізгі етістік өз орнында қалады. Should Мариям be more careful when she speaks to him? Мариям көбірек абайлауы керек пе деп аударсақ болады. Should модалды етістігі сөйлемде қандай жағдайда қолданылады? Use it to say when we think that something is right or wrong to do. Бір нәрсенің дұрыс немесе бұрыс екенін айту үшін біз should модалды етістігін қолданамыз. Немесе біз біреуге кеңес берген кезде, немесе өз ойымызды білдірген кезде қолданамыз. Мысалға, you should learn English this year. Биыл сен ағылшын тілін үйренуің керек. Біз біреуге кеңес беріп тұрмыз. Және екінші сөйлем Айгүл should not marry him. Айгүлдің оған тұрмысқа шықпағаны жақсы деп аударылады. Бұл жерде біз өз ойымызды білдіріп тұрмыз. Немесе ол біреуге берілген кеңес болуы да мүмкін. Ought модалды етістігі should модалды етістігімен бір қатарда қолданылады. Гаухар should watch Моана. Гаухарға Моананы көру керек. Гаухар ought to watch Моана. Гаухарға Моананы көру керек. Көріп тұрғандарыңыздай мағынасында ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ should модалды етістігі ought етістігіне қарағанда ауызекі тілде көбірек қолданылады. Should модалды етістігі өткен шақта қалай қолданылады? Оны келесі мысалдар арқылы қарастырып өтейік. Мысалға, you should work indoors. Саған іште жұмыс істеу керек. Енді саған іште жұмыс істеу керек болатын деп өткен шақтағы сөйлемді жасау үшін біз you should have worked indoors деген сөйлемді пайдаланамыз. Бұл жерде work негізгі етістігіне ed жалғанып өткен шақтағы формаға енеді. Оның алдына have көмекші етістігі қойылады. Қарап тұрсаңыздар, have worked деген құрылым бұл present perfect шағындағы етістіктердің жасалу жолына ұқсайды. You should have worked indoors. Саған іште жұмыс істеу керек болатын. Болымсыз сөйлемге келетін болсақ, Меруерт should not argue with anyone. Меруертке ешкіммен ұрысудың қажеті жоқ. Not көмекші етістігі арқылы болымсыздық мағынаға ие. Меруертке ешкіммен ұрысудың қажеті жоқ еді деген өткен шақтағы сөйлемді жасау үшін біз argue негізгі етістігіне ed жалғап өткен шақтағы формаға өзгертеміз де оның алдына have көмекші етістігін қоямыз. Should пен have көмекші етістіктерінің ортасына not көмекші сөзі қойылады. Меруерт should not have argued with anyone. Меруертке ешкіммен ұрысудың қажеті жоқ еді деген сөйлем пайда болады. Достар, бүгіндікке осы. Келесі сандарымызда біз модалды етістіктердің басқа да түрлері жайлы әңгімелейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше